Алдағы уақытта ешқандай картасыз, телефонсыз, тек қана алақанның көмегімен дүкенге барып төлем жасауға болады. Соған қатысты Қазақстанда жаңа жоба басталды. Бұның басталғанына бірнеше жыл болды. Соның қалай жұмыс жасайды және мүмкін бұның үлкен минусы бар шығар, немесе плюсы бар ма? Соны техникалық тұрғыда шолу жасап көрейік. Енді бұған ұқсайтын әлемде Amazon One деген сондай сервис бар. Бұл Америкада және бұл Amazon компаниясына тиісті. Қазақстанда осыған ұқсайтын немесе соның аналогы деуге болады. Алақан деген осындай стартап бар. Бұның жұмыс істеу принципі қандай? Бізде осындай қол бар, көбінде бар. Лично мен өзімде бар әйтеуір. Осыны мынадай аппарат арқылы сканерлейді, одан кейін төлем жасап кете береді. Мысалы айталық, дүкенге барып сен 10 000 теңге продукты алдың, 10 000 теңге дейді, қолды сканерлейді, телефон, карта, ешқандай NFC, Apple Watch ештеңе керек емес. Сканерлегеннен кейін автоматты түрде төлем қабылданады. Төлем сіздің жеке картаңыздан алынады. Бұның плюсы, өзіңізбен бірге ештеңе алып керек емес. Apple Watch керек емес, телефон керек емес, карта алып керек емес. Ештеңе керек емес. Тек қана қолыңыз өзіңізде болса болды. Әрине, оны ұмытып кетпеу керек. Бұл үшін бұның енді техникалық тұрғыда жұмыс істеу принципі қандай? Қазіргі кезде енді лицомен сканерлеу деген бар. Бұның минусы мына жерде келтірілген. Мысалға, сіздің түріңізді подделать ету мүмкін. Ол енді қазіргі deepface деген технология бар. Яғни мысалға, сіздің түріңізбен дәл көшіріп, белгілі бір сіздің даусыңызбен белгілі бір мәтіндерді біреу айтуы мүмкін. Технология арқылы сондайды істеуге болады. Яғни бұл деген сөз, өзіңізбен көзбен көргеннің, көзбен көріп, құлақпен естігеннің бәріне сену, бұл дұрыс емес деген сөз. Себебі deepface бар. Ол тіпті қазір сотта бұлай дәлел ретінде қабылданбау мүмкін. Себебі подделать ету өте оңай. Оны сіздің көзіңізде, құлағыңызда ажырата алмау мүмкін. Deepface бірге-бір адам түрін көшіреді. Оны жаңа Face ID-де сондайды қолдану мүмкін. Әрине оған қатысты защита бар, дегенмен сондай. Мыналардың жағдайында және 1,3% жағдайда бұл қате қабылдаған. Мына жерде 0,001. Және дәлдікте бұл қолмен сканерлеген кезде жоғары деңгейде. Ең бастысы мына жерде біздің бетімізді мысалға банковский приложениелерде сканерлейді. Сол сканерлегеннен кейін ол серверде сақталады. Екінші рет сканерлеген кезде соны алады, сервердегі картинканы алады, екеуін салыстырып көреді. Келе ме, келмей ме деген секілді. Ал мына жағдайда бізде қолымыздың фотосын еш жерде сақталмайды. Мен қазір технический тұрғыда разберет еткеннен кейін мен қазір оның қалай жұмыс істейтінін түсіндіремін. Енді мынау болуы мүмкін, басқа кез келген Қазақстанда стартап пайда болуы мүмкін. Главный бұл қолданушыларға өте ыңғайлы. Себебі карта алып керек емес, кез келген жерге барып қолдануға болады. Енді бұның жұмыс істеу принципі қандай? Бәрімізде қол бар. Лично мен өзімде бар. Біз бұл аппарат арқылы адамның қолын сканерлейді. Сканерлегеннен кейін жалпы бұның жұмыс істеу принципі қандай? Осы болуы мүмкін Amazon One немесе кез келген басқа қазақстандық стартап. Бұл тек қана әңгіме мынау туралы емес, общий. Бірінші біз приложениеге тіркелеміз. Қандай да бір банк өздерінің приложениесі бар, кез келген. Тіркелеміз, телефон номер жазамыз и картамызды тіркейміз. Мысалға Каспий Голд, Халық банк, Жусан, Таяп, кез келген. Одан кейін мына жерде қолымыздың отпечаткасын сканерлейтін аппарат болады екінші. Мына жерге QR код сканерлеу арқылы, мына жерге QR код сканерлейді. Сол кезде екінші рет осы аппарат арқылы біз қолымызды сканерлеп екеуін байланыстырамыз. Яғни қолымызды сканерлегеннен кейін, типа мына жерде тұрады, мысалы ертай тең болады сол қолымыздың отпечаткасы. Отпечатканы қолымызды сканерлейді, оны хешировать етеді, бұлардың серверінде сақталады. Яғни айтқанымыз жаңа қолымыздың фотосы емес, қолымызды сканерлейді мына аппарат, оны хэш ретінде сақталады. Хэш деген қандай да бір строка, оған біреу досты болатын болса да, ол онымен ештеңе істей алмайды. Бұл өте сондай бесполезный данный. Просто приложение арқылы тіркелеміз, аты жөніміз тұр, телефон номер, картамыз. Сол картамен осы біздің қолымыздың отпечаткасы арнайы алгоритм бойынша хэштеледі, осы жерде сақталады. Бұл бірінші шаг, тіркегеннен кейін. Екінші шаг, магазинге барамыз, осы аппарат орнатылған.
бірдеңені сатып аламыз, экранға осындай міне сумманы шығарады, мынау сканерлейді. Сканерлегеннен кейін не болады? Қолымыздың отпечаткасы алынады, екінші шаг. Отпечаткасы. Бұл енді өте тез жүреді. Одан кейін мыналардың серверіне запрос жолданады. Запрос жолданады да осы отпечатка бойынша іздейді. Бұл кімге тиісті? Окей, Ертай деген адамға тиісті. Одан кейін біздің жаңа тіркеген приложение арқылы тіркеген картамызға досты болады. Бірінші картаға. Одан кейін сол картадан мына жердегі мына ақшаны снимать етеді. Одан кейін экранға успешный оплата, немесе картаңызда ақша жоқ болуы мүмкін, интернет оплата өшкен болуы мүмкін, сондай жағдайда ошибка шығарады. Бұның жұмыс істеу принципі дәл осындай. Енді андай бір адамдар болады. Енді шыны керек түсініксіз, олардың өздері по факту қарайтын болсақ, даже Еговтан анықтама ала алмайды өз бетімен, бірақ осындайға қатысты қатты бір умничать етеді. Типа мынандай аппараттар адамды аңду үшін қолданады дейді. Біріншіден, кез келген жерде оплата істеген кезде PayPal, Kiwi, Kaspi Gold, кез келген банк бұны отслеживать етуге болады. Ол өте оңай. Банкте бәрі жазулы тұрады. Тек нал болуы мүмкін, отслеживать етілмейтіні екінші әртүрлі криптовалюта. Оның өзінде де криптовалютаның бәрі емес, биткоин емес мысалға. Monero немесе Zcash деген секілді. Мына жерде де әрине бүкіл транзакциялар банкте сақталғандықтан, оны әрине көре алады, бірақ оның біріншіден ешкімге зияны жоқ. Қайта бұл жұмысты жеңілдетеді. Бұлардың қызметі тек қана банкпен клиентті байланыстыру. Бұның минусы қандай? Бұның минусы бұл барлық дүкендерде жоқ. Бұнымен жұмыс жасай алу үшін бүкіл дүкендерде мынадай аппаратты алып қою керек. Мыналарға заявка алдырады мысалға. Немесе басқа кез келген компанияға аппаратты қояды. Бұның бағасы айталық $200 тұруы мүмкін. Оны қоймауы мүмкін. Себебі бұндай аппарат қойғанның өзінде көптеген адамдар бұның приложениесіне тіркеле алмауы мүмкін, тіркеле алмай, тіркегеннен кейін оны қалай қолданатын әрі қарай білмеуі мүмкін. Қазіргі жағдайда QR-мен төлеген адамдарға ыңғайлылау. Себебі бәрінде телефонда Kaspi немесе сол сияқты приложение бар. Енді алда уақытта не болуы мүмкін? Алда уақытта енді мынадай аппараттың орнына қазір Kaspi болсын, басқа кез келген банктердің халықта әртүрлі магазиндерге баратын болсақ, пост терминалдар бар. Ол да осыған ұқсайтын аппарат. Сол пост терминалдарға алдағы уақытта банктер мынадай сканерлейтін аппарат функцияны қосуы мүмкін. Яғни ешқандай приложение керек емес, сол банктің шотың болатын болса, өзіңнің қолыңды сканерлеп қоясың ана жерде отпечатканы, әрі қарай төлем жасау жеңіл болады. Менің ойымша, егер сондай қосылатын болса, бұл халыққа ыңғайлы болады, бірақ мұндай жағдайда мынадай стартаптардың түбіне жетеді бұл әрине. Қысқаша айтатын болсақ, бұлардың жұмыс істеу принципі осындай.